Достар, міне 4-ші сыныпта осындай теңдеу берілген. Осыны қазір шығаратын боламыз. X азайту 35, азайту 64 тең 72. Енді X азайту 35 теңдеудің сол жағында қалады да, теңдеудің оң жағындағы 72-нің өзін жазамыз. Қосу, мына 64 мына жерде минус болғандығы үшін, мына жақта 64 плюс 64 бөліп өтеді оң жағына. X азайту 35-тің өзін жазамыз. Тең, мына екеуінің қосындысы 136-ға тең болды. Өзін жазамыз. Енді X тең 136. Мына жерде 35-тің алды минус болып тұр ғой. Теңдеудің оң жағына өткенде плюс болып өтті. 136 қосу 35 болды. X тең 171 болады. И оны тексеріп көргенде теңдеу екі жағда 72-ге тең болады. Мінекей, осындай есептерді оңай жеңіл осылай шығарып алуға болады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта осындай есептерді шығаратын боламыз түсіндіру арқылы. Сау болыңыздар.